Армысыз қазақ ұлты, баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Айттым ғой, сонымен Кенесары ханның басы қайда? Енді осыған жауап бермес бұрын мен бір тарихқа дәлел жүргізейін. Нықты 91 қазақ өз алдына егеменді ел алды. Сөйтті да 93-тен бастап Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен қазақтың ру бастарына билер сайлады. Сөйтіңдер, жинаңдар, руларды жинаңдар деп. Астыртын ешкім білген жоқ. Сөйтіп 97, 98, 96 жылдары Ұлы дала деген үлкен программа құрды да, соның бәріне билерді мүше қылды. Ал енді рудың билері дайындалыңдар деді. Бірақ Ұлы дала 2000 жылы жабылды. Сөйтті де әрқайсысы өз-өздеріне жеке-жеке қожа болып кетті. Бірақ Ұлы дала деп ашқан кезде Нұрсұлтан үкіметтен біраз ақша бөлді ол Ұлы дала программасына. Сөйтті де 2000 жылы жынданған Назарбаев ол өзін хан сайлағысы келді. Ол да іске аспады. Одан кейін рухани жаңғыру деп ашты. Осындай программаларды қосып келді, бәрі тоқтады. 2012-ден бастап Нұрсұлтан Әбішұлынан бақтая бастады. Енді осының бәрін қандай мақсатпен рухани жаңғыру, Ұлы дала программаларын құрды, қазақ хандығын апарды. Енді нақты дәлелге келетін болсақ, қазір сол кездегі ру бастары болып отқандар, қазір де ру бастары болып отыр. Ақсақалдар, үкіметтегі госорганның адамдары қазір пенсияда рудың бас билері болып отыр. Отырып алып, арасында үкіметтен ақша алады. Өйткені өзінің шәкірттерін үкіметке отырғызып қойған. Қазақты Нұрсұлтан Әбішұлы біріктіре алмады. Енді дәлел. 1991 жылы Назарбаев отырған соң 92-де Ельцин отырды. Президент болып Россияның Ельцин отырды. Ельцин Назарбаевтың жан жолдасы болды. Президентке отыратын күні выбор болады, дауысқа түседі, кім президент болады деген кезде қалың қар жауды Москвада. Бірақ біз Қазақстанда сәл жылы болды. Ельцин Алматыға келді. Сөйтіп Талғардың Солдатсай деген жерінде қарлы мұзға Ельцин суға түсіп, арақ ішіп жатты. Енді Ельциннің қатты арақ ішетінін білесіздер. Сөйтіп жатты да суға кетіп бара жатады. Ельциннің охранниктері оны қорғай алмады. Бірақ Назарбаевтың телеохранниктері оны қорғап қалды. Ельциннің алдында Талғардың театрларының біраз әншілері, домбыра өнеріндегі әншілер домбыра тартты, біраз тойлады. Бүгінде сол Солдатсайдың Ельцин сай деген бұрышы бар, Ельцин суға кетіп бара жатқан жер. Сөйтіп тойлады да Москваға қарай ұшты. Сол Москваға ұшып бара жатқан жолда Назарбаев шығарып бара жатса, мынандай сөз айтты Ельцинге. Баршы Ельцин, сен суға өзің кеткен жоқсың. Байқамаған болып итеріп жіберді өзіңнің охраналарың. Бірақ менің охранам, ол охрананың Москвамен сөйлескенін көрді. Сен осы жолы өлу керек едің. Телеохранительдерің сені жүрген жоқ. Менің телеохранительдерім ұстап қалды. Өйткені сен қазір түссең, ұшып самолетпен Москваға барып қонған кезде сені қолыңа кісен ұстап сразу алып кетеді. Болды. Енді мен саған достығым айтатынды айттым, арғай өзің шеш деді. Енді Ельциннің қалай сайланғанын білесіздер ғой, сол күні. Ельцин самолетке көтерілді, бірақ Москваға емес, самолет басқа жерге барып қонды. Сөйтті да Ельцин Москваға бірінші президент сайлауына, өзінің президенттігіне Ельцин танкімен келді. Сенбесеңіздер, архивті бәрін ашып қараңыздар. Ельциннің ең бірінші президент болып сайланғанында танкімен көшені бронированный жолмен жүргізіп отырып президент болды. Сөйтіп көмектесті. Бірақ Ельцин айтты, не сұрайсың деді, сол президент болғаннан кейін. Сол кезде бұл 1993 жылы Омбы қаласындағы тұрған бас, оның алдында бір сөздері болды, уже шығып атты, ойбай, бас Омбыда екен, архивті данный шығып атты деді. Бірден ол данный жоқ болып кетті. 93 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа Кенесары ханның басын берді.
сөйтіп басты алды да Назарбаев. Енді ол өзінің хан сайлау үшін бірінші билер сайлау керек. Сөйтіп билердің басын бұрастырып, әрқайсысына фондқа ақша бөлдіріп, жайлап көтеріп, ру басты билерін шығарып алып, енді ұлы дала деген программаны жасатқызып, сөйтіп өзін хандыққа ұсынайын деп еді. Ру басы болып би болған соң бұлардың бәрі блатной болды да, бағынбай кетті. Өйткені Назарбаевты таққа отырғызған біраз кісілер өмірден жоқ өзі өтіп кетіп еді 97-98-де. Сондықтан Назарбаевтың командасы ыдыраған соң ол бүткіл билер рухани ұлы даланы жауып тастады да, содан кейін өзін хандыққа былай сайлайым деп тарихи директорға жүгініп еді, істей алмады. Содан кейін рухани жаңғыру деп ұлы жолмен бастап жатқан кезде Кенесары ханның басы туралы әңгімелердің бәрі шықты да, ол семьяның ішінде Қайрат Сатыбалды да білді, Дариға да білді, бастық аяқты екен. Оны әсіресе Рахат Алиев та білді. Сонымен бас осы жерде қалай болды енді? Қырғын болды. Өйткені Рахат Алиев анаяққа архивқа адам жүгіріп жүрген кезде өзінің ошибкасын кейіннен біліп қалды, бірақ жете алмай қалды уже. Рахат Алиев кеткенменен Дариға білді бастық аяқты екен. Содан кейін ең надежный адамы Карим Машимов болды. Сөйтті да Карим Машимов Ұйғыр ауданына өзінің тігетін туын бәрін дайындап, Назарбаевқа уәде берді, мен сені хандыққа жеткіземін, сен маған мына жерді бересің деп. Осы екі ортақ ішінде қырғын болып жатқан кезінде Карим Машимов уже шонжыны Ұйғыр ауданына дайындап, ту тігетін орталығын бәрін дайындап жатқан кезінде ешқайсысы білмей қалды. Үшінші бір қол аруақ қаламай тұрғанын біліп, үшінші бір қол келетінін. Сол кезде Машимовтың ойының қандай екенін білген Назарбаев бір-ақ сағатта, бір-ақ минутта бүткіл тақты өткізе салды Тоқаевқа. Өйткені басқа вариант жоқ. Не өзінің семьясынан өлер еді, не Машимовтың қолынан өлер еді. Одан да өткізу керек болды да, өткізіп, өзі сырттай бақылап отты. Сөйтті да Карим Машимовты да Тоқаевтың қолымен, Қайратты да, Дариғаны да қысып қойды. Енді басты шығаратын амалы жоқ басқа. Бірақ ол бас бәленбай жыл амалын тауып орнына қоя алмай тұрған соң қысылды. Оның семьясы да қысылды. Бәрі қысылып жатыр. Неге? Өйткені басы уже қосылатын уақыт келді. Енді қалай қосады? Семьяның бәрін аруақ бітшін шығарып жіберді. Осығанға дейін бүткіл шапырашының аруағы деп айтпаймын, қазақтың аруағы және Кенесары ханның аруағы Назарбаевты қолдап тұр еді. Қоя салу керек еді. Мен енді ары қарай хандықты жалғастырамын демей қоя салу керек еді. Сол қордаға мен. Енді мен ойлаймын, Назарбаев не келісімге келеді, не басты шығарады. Бірақ басты денесіне қосатын мен. Кім қалай айта берсін, бәрібір мен қоспайынша ол бас іске асылып рух оянбайды. Себеп біреу. Кенесары хан соңғы менің ауылымнан да жатып, Қырғызстанға кетіп бартқанда бүткіл қазақ мені сатты. Рахмет саған, жалайырлар. Мені бір жыл қорғадыңдар, енді жау келе жатыр. Енді осы қамау алқашты төңкеріп тастайды. Сөйтіп босқа қырыласыңдар. Одан да мен қазақтың қолынан өлді деген атақ алғанша Қырғызға қарай барып өлейін. Бәрібір менің артынан бір қазақ келіп іздеу салмайды. Менің кегім үшін. Неге? Өйткені бүткіл қазақтың бай манап шонжырларын бәрі сатты. Бет атқа отырып соңғы шықты. Рухы қазақтың даласында жалайырдың төрінде қалып қалды да денесі кетті. Барды да ол өзінің өлетінін білді. Ол жерге қырғыздарды кінәлауға болмайды. Өйткені қырғыздар шаппас еді. Қазақтар шап деп оларға айтпағанда. Сөйтті да сояқта өлді. Енді Кенесары ханның сүйегі біреусі Семейде дейді. Денесі біреусі Жезқазған даласында, Ағыбайдың қасында дейді. Бірақ Қырғызстаннан қазып әкелген Айсара деген апа өз өлерінен алдында тұрып, менің түбіме Карим Машимов жетеді. Ол басты Назарбаевқа шығаруға көмектесем деп тұр, жарыққа. Ол Назарбаевтың қолында ғой ол бас деп. Бірақ Карим Машимов мені бір түнде өлтіреді. Сондықтан болады, есіңде болсын. Сен қай жерде болса да мен өлгеннен кейін Карим Машимов ұзаққа бармайды, ол да қамалады. Сен басты жарияла деді.
Мен былтыр жариялауым керек еді, бірақ мен былтыр өзінің орнын күтіп тұрдым. Енді қазір шығарса Нұрсұлтан Әбішұлы Түркістанға қойыла ма, Астананың төріне қоя ма сүйегі, ол кісі алтыннан ақталып жатады. Неге? Бұл ғасырлар бойы аңсаған бірлік еді. Шығарғаны үшін, тауып әкелген үшін қазақ оған бір тырнағын тигізбейді, әруақтары жүрмейді ешқайсының. Сондықтан Нұрсұлтан Ақсақал енді ақылға келіп, 20 жылдың ішінде орнына келтіре алмай қазақты біріктіре алмады, түсінді, қазақ еш уақытта бірікпейді. Сондықтан білесіздер ғой, Қайратта қамалды, білесіздер, Масимовта ұсталды, Дариға да шабуылдады. 21-ші жылғы қаңтар оқиғасы осы таққа таласқандардың ортасында соңғы дүние. Біз аламыз да, басты қоя саламыз да, Нұрсұлтанды өлді дейміз, Тоқаевтың басын жұлып аламыз деген кезде жан жақтан әскер әкелді. Бұл әскерлердің ішінде дүңғандар да болды, бұл әскердің ішінде сырттан кіргендер де болды. Бірақ ештеңе болмайтынын білген кезде аяқ асты жоқ қылды, қарапайым халықты апартта қырып салды. Ал негізгі дайын тұрған бәрі кетті. Сондықтан қырғын жасамай, денесіне қазір басы қосылса жақсылық болады. Әруақ та төбесіне көтереді. Бар болыңыздар, бас Нұрсұлтан Әбішұлында.